Баршаңызға қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін осындай өте оңай торт дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің каналымды қолдап, тіркеліп қойдым, ұмытпаңыздар. Осындай табамызға сары майымызды салып, ертіп дайындап аламыз. Ыдысқа 6 жұмыртқаны жарып салып, венчикпен араластырамыз. Және шекер саламыз. Барлық керекті ингредиенттерді описание бөліміне қалдырамын. Енді тағы араластырамыз. Және еріген сары майымызды құйып тағы да араластырамыз. Ендігі кезекте елікке осылай қасықпен өлшеп отырып ұнды саламыз. Және қопсытқыш саламыз. Үстіне ванилин саламыз. Ванилинді қоспасаңыздар да болады. Електен өткізіп, жақсылап бір келкі масса шыққанша араластырамыз. Массаны былай қоя тұрып, шағылған жаңғақты пакетикке салып, осылай шамалап майдалап аламыз. Және массамыздың үстіне салып араластырамыз. Жаңғақты қалауларыңызша қосасыздар, қоспаса да болады. Және осындай табамызға астына фольга немесе пергамент төсеп, массаны құйып 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Бетін фольгамен жаптым. Фольгамен жапқан кезде түзу әдемі болып шығады. Және біздің коржымыз дайын болғанша кәдімгі магазиннің 20% кремін, қаймағын алып, ыдысқа салып, шекер қосып дайындап аламыз. Міне біздің креміміз дайын. Коржымыз да дайын болды. Өте әдемі, теп-тегіс болып шықты. Міне піскен түрі. Үшке бөліп, жақсылап суытып аламыз. Енді осы торттың бетіне себетін кез келген өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдеуге кез келген зат пайдалансаңыздар болады. Мен печеньені езіп дайындап қойдым. Енді әр бөлікке осылай қаймақтан жасалған кремімізді ортасына жағып шығамыз. Ең соңғы бетін үстіне қойып, кремді жақсылап аямай жағып, рецепт ұнап жатқан болса, каналымды қолдап, каналыма тіркеліп қойдым, ұмытпаңыздар. Міне кремді жағып, торттың шет-шетіне де жағып шығамыз. Кремді жағып болғаннан соң бетіне әсемдік үшін печеньені үгітіп осылай септім. Міне біздің тортымыз дайын. Дайын болған бетте жей берсе болады. Өте жұмсақ, өте дәмді және жылдам кез келген келіншектің қолынан келетін торт. Міне осындай болды піскен түрі. Сіздер де тура осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Жақыннан да көрсетіп жатырмын. Рецепті соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.